Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қысқа дайын болатын жүгерінің рецебімен бөлісемін. Қыста өздеріңіз салат жасасаңыздар да немесе осы күйінде жесеңіздер де өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен осындай шикі жүгері қажет болады. Жүгерінің басын міндетті түрде кесіп алып тастаңыздар және жүгеріні 7 қайтара ыстық суға жуып шығыңыздар. Жүгері тап-таза болуы керек және осындай 3 литрлік банкеге дайындайтын боламыз. Егер сіздерде 3 литрлік банкі болмаса 2 литрлік банкеге де дайындауға болады. Бірақ 2 литрлік банкеге сәл аздау кетеді. 3 литрлік банкеге 5 штук толыққанды сыяды. Міне қараңыздар, видеодағыдай бірінен кейін бірін саласыздар. Ыңғайластырып салыңыздар, бір шетке қарай қолдарыңызбен икемдеңіздер. 4-еуін салып болғаннан кейін 5-шісін ортасына таман жиыстырып салатын боласыздар. Жүгерінің көлемі сәл орташалау болғаны жақсы, қатты үлкені болса ол банкеге салғанда сыймайды. Бөліп салуға да болады, немесе дәл менікі сияқты қылып жиыстырып әдемі қылып 3 литрлік банкеге 5 штугын сыйыстыруға да болады. Толыққанды салып болғаннан кейін оның үстіне бір ас қасық қант саламыз, бір ас қасық жеткілікті. 2 ас қасық тұз саламыз. Егер сіз 2 литрлік банкеге жасап жатсаңыз, жарты ас қасық қант, 1 ас қасық тұз саласыз. 3 литрлікке демдеп жатсаңыз, яғни дайындап жататын болсаңыз, 1 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз қосасыздар. Шатастырып алмаңыздар. Және достар, осының үстіне құятын суымыз міндетті түрде қайнап тұрған, сақырлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Және кастрөлдегі қайнап тұрған суға осындай марыл немесе менікі сияқты майлықты төсеп аламыз. Міндетті түрде. Өйткені біз қазір үстіне банкыны қойып 30 минуттай қайнатамыз. Банкының асты қатты жарылып ысып кетпес үшін міндетті түрде осындай мата немесе марылды қойып қоямыз. Ешқандай жарылып немесе сынып кетпейді. Міндетті түрде қайнап тұрған су болуы керек. Енді оттың астын осы кезде баяу отқа қойып, шамамен 30 минуттай қайнататын боламыз. Және қақпағын жабып қоюды да ұмытпаңыздар. Қақпағын ашып қайнатпаймыз. Біздің суымыз осындай сақырлап, өзі жайлап, әдемі болып қайнап бастайды. Су қайнағаннан кейін барып 30 минутты есептейсіздер. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнап жатса, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, төмендегі қызыл батырма, подписаться батырмасын басып каналыма жазылып қойыңыздар. Ал енді біз банкымыздың қақпағын жабатын боламыз. Осындай арнайы банк жапқышпен жауып шығасыздар. Осы банк жапқыш өте ыңғайлы екен. Осылай бұрасаңыздар, автомат түрде өзі бірден босатып береді, жабылғанын бірден білдіреді. Міне осымен біздің банкымызда дем арасында дайын бола қалды. Енді астындағы түбіндегі біздің қантымыз бен тұзымыз бір қалыпты еріп, бәріне бірдей дәм беру үшін видеодағыдай аунатып тұз бен қантты ертіп аласыздар. Банкыны төңкеріп қойып сақтаймыз. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап жатқан жандар болса, төменге пікір қалдырып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Назерке, аман сау болыңыздар.